Сізге айтайын, сіз уақытыңызды босқа өткізіп жібердіңіз. Уағыз айтуға тыйым салу керек. Ұстаздарды уағыз айтқызбау керек. Қазір енді әркім өз ойын айтатын заман. Ұстаздар жайлы көп сөз қозғайтындар пайда болды. Ана ұстаз жаман, мына ұстаз ондай, ана ұстаздың қателігі, мына ұстаздың қателігі, ананы тыңдау керек, мынаны тыңдамау керек. Ұстаздарды жұмсақ айту керек. Біреулері тіптен айтпау керек дейді. Осы ұстаздарымыз жайлы кішкене айтқым келеді. Айналайын бауырлар. Біздің елдегі ұстаздардың баршасына Алла разы болсын. Баршасы керемет ұстаздар. Әрқайсысының өзінің ойы болар, орны бар. Осы уағыз тыңдап жүрген кісілерге айтқым келер еді. Бірінші, сіз ниетіңізді түзеңіз, және мақсат не өзі сіздегі? Уағыз тыңдаудағы мақсат не өзі? Бірдеме алу, бір рухани күшею ма, жоқ әлде сол уағыздан қателік іздеу ма? Барша ұстаз сіздің ойыңыздағыдай болуы біріншіден мүмкін емес, екіншіден олай болуы шарт емес. Мен альхамдулилля деп айтам, біздің елдегі ұстаздар баршасы, әрқайсының өзінің бір мінезі бар. Әрқайсының өзінің бір керемет ұстанымы бар, өзіне жарасатын. Әрқайсының уағыз айту тәсілі де әртүрлі. Альхамдулилля, Құдайға шүкір осындай болғанына. Өйткені қараңыздаршы, уағыз айтып жүрген бір 10-15 ұстаз бар шығар. Бірақ біздің еліміз 18-20 миллион халықпыз ғой. Оның ішінде жарайды жартысы мұсылман дейік. 10 миллион мұсылман дейік мейлі. Қазақ, басқа ұлт болсын, мұсылмандар уағыз тыңдап жүрген. 10-15 ұстаз, ол 10 миллион халыққа не болады ол? Біріншіден. Екіншіден, ұстаздардың бәрі бірдей уағыз айтатындай, сол уағыз тыңдап жүрген 10 миллион халықтың бәрінің мінезі бірдей емес қой. Әр адамға әртүрлі уағыз жағады. Мысал үшін сол бізде уағыз айтып жүрген кісілеріміз, өмірден өткендері, Алла рахметіне алсын. Әбдусаттар ұстаз, Әбдіғаппар ұстаз. Мен ол кісілердің қасында Бауыржан Алиұлы ұстаз. Ол кісілердің қасында көп жүрдім. Олар уағызды қатты айтқанмен, олар өмірде өте жұмсақ адамдар еді. Мен олардың қасында жүріп көргем ғой. Аллаға шүкір, біздің ұстаздарымызға Алла разы болсын. Арман ұстаз, Ерлан ұстаз, Ризабек ұстаз, Қабылбек ұстаз, Нұрсұлтан ұстаз, Нұрлан ұстаз, Тілек Қабыл ұстаз, Жасұлан ұстаз, Оралхан ұстаз, Дархан деген ұстазымыз бар. Алла разы болсын, керемет уағыз айтып жүрген. Әрқайсының мінездері әртүрлі, уағыз айту тәсілі де әртүрлі, бірақ әрқайсының өзінің тыңдарманы бар. Бүгін осы ұстаздар жайлы қозғағым келіп жатыр. Бұрын мен Әбдусаттар ұстаз, Әбдіғаппар ұстаз, Арман ұстаз, осы кісілердің қасында өте көп жүрдім. Сонда байқағаным, Әбдусаттар ұстаз ғылыми сөйлейді. Оны біз өзіміз түсіне алмайтынбыз. Біз Әбдусаттар ұстаздың уағызына көп қатыспайтынбыз, қашып жүретінбіз. Неге? Өйткені ол кісі ғылыми сөйлейді да, біз оны, ол кісі жаман айтып жатқан жоқ. Біздің миымыз жетпейтін, оны қабылдай алмайтынбыз біз. Біздің дәрежеміз төмен еді, оны тыңдауға әлі. Ерсін ұстаздың біраз ақида сабағына бардық. Біраз уағыздарын тыңдайтынбыз. Шыққаннан кейін өзі тақырып не болды дейтінбіз ғой. Сонда ол кісі төмен емес. Біздің деңгейіміз төмен да. Сол үшін ол кісінің уағызын, Ерсін ұстаздың уағызын көп қарапайым адам тыңдай алмайды. Өйткені оны түсіне алмайды. Оны бір оқу білімі әжептәуір дәрежеге жеткен бір адам, бір исламнан хабар бар адам болмаса, жай біз сияқты адамдар қарапайым, оны түсіне алмайды оны. Ал Арман ұстаз ше? Арман ұстаз өте қарапайым. Ол кісі қай ортаға барады, сол дәрежеге өзі түседі. Біреу қолына су құяйын деп тұрса, өзім жуам деп ше. Енді ол кісінің қарапайымдылығы жайлы айта алмаймын. Керемет тон. Сонда қараңыз, Арман ұстаздың тыңдарманы көбінесе орта жастан ары асқандар, мынау өкімет қызметіндегі үлкен қызметтегілер, одан кейін жаңағы кішкене
бай бағландар, жаңағы жылы сөзді көтере алатындар, былайша айтқан кезде ше, мақтаған жақсы көретіндер деген секілді кейбіреулер. Ол кісінің тыңдармандары сондай адамдар еді. Ал Әбдіғаппар ұстаздың тыңдармандары, ана үлкен қызметте істейтін, ана мақтаған жақсы көретін, лауазымы барлар, үлкен жастағылар көбінесе ол кісіні тыңдай алмайтын. Неге? Өйткені нәпсісі шырылдап бір жерін тесіп шығатын. Сол үшін Әбдіғаппар ұстазды қараңызшы, көбінесе жастар тыңдайтын. Одан кейін кішкене мына бұзықтау жігіттер тыңдайтын ол кісіні. Сол кісінің сөзіне тоқтайтын. Енді қараңызшы, Әбдіғаппар ұстаз да Арман ұстаз жайлы жылы, жұмсақ уағыз айтатын болса, жаңа көшенің бұзықтары, немесе жастар көбінесе, олар кім тыңдайтын еді? Бір қызығы, ойбай, ана Әбдіғаппар деген ұстаз қатты айтады екен, ойбай, ол үйтеді екен, ол бүйтеді екен деп. Енді шындық кімге жаққан? Өзі айтады ғой, шындықты айтқан адам досым көп болады деп ойлама дейді. Өйткені сенен безет деген ғой. Әбдіғаппар ұстаз қатты айтады екен. Міне араларыңызда мүмкін көзін көрген адамдар болса куә ғой. Әбдіғаппар ұстаздың уағызына адам ең көп жиналатын. Бір жерге Әбдіғаппар ұстаз келеді десеше, көбінесе адам сол жерге жиналатын. Ең көп тыңдарман сол кісіде еді. Өйткені ол кісі қатты айтса да шындықты айтатын. Мысалы, мынау пайғамбар саллаллаху алейхи түнде Құран оқыған кезінде Абу Жахил, Абу Суфяндар барып түнде тығылып барып Құран тыңдайтын еді ғой. Неге? Өйткені олар айтатын, не деген ғажайып сөздер дейтін. Бірақ бетіне келіп айта алмайтын еді оны. Неге? Тәкаппарлықтары жібермейді. Сөйтіп, бірақ бәрі қабылдамай қайтатын. Неге? Нәпсілеріне ауыр еді. Тура сол секілді Әбдіғаппар ұстаздың уағызына да артынан барып отырып тыңдайтындар өте көп. Неге? Адамның жаны шындықты бәрібір жақсы көреді. Бірақ біздің нәпсіміз оған бой бермейді. Өз заманында Әбдіғаппар ұстаздың себебімен талай адамдар арағын қойып, талай адамдар отбасын сақтап қалып, талай адамдар намазын оқыған, жаман жолдан тыйылып, жақсы жолға түскен. Сол кісінің себебімен. Ризабек ұстаздың әзілдеп отыратын керемет ұстаз уағыздары бар. Ол да біреуге жағады. Анау жеңіл әзіл сөзді сүйгендер сол кісіні тыңдайды. Адамды күлдіріп отырып, жеткізетін жетесіне жеткізіп тастайды ол кісі. Қабылбек ұстаздың өзінің бір манералары бар. Ол біреуге ұнамайды, біреуге ұнайды. Нұрсұлтан ұстаз, Алла разы болсын, Алла өміріне береке берсін, ұстаздардың баршасына. Қандай керемет уағыз айтады. Көбінесе жастар жағы өте көп тыңдайды. Сол секілді біздің елге бұл ұстаздардың бәрі керек. Және бәрі бірдей айту керек емес, шарт емес. Өйткені кейбір адамдарға жай сөз өтпейді. Кейбір адамдар қатты сөзді өз күтіп отырады өзше. Бір жігіттер айтады, біз Әбдіғаппар ұстаздың уағызына баратынбыз дейді. Көкшетауда достарымыз айтады да, баратынбыз. Ей, ешак деген уақытын күтіп отыратынбыз дейді ғой. Уағыз айтып отырып, ей, ешак деген кезінде бір сілкініп оянып алатынбыз дейді да. Шынымен сондай еді. Өзіміз сол Әбдіғаппар ұстаздың уағызын тыңдадық. Бірінші ұстазымыз сол кісі. Сол кісінің ана қатты уағызын тыңдаған кезінде сонда ойланғанымызша, мынау нәпсіміз шырылдады, кім мынау сонша айқайлап тұрған деп. Кейін үйге барып ойлансақ, дені сау адам есткен уағызын үйіне барып қорытып ойлану керек. Ал мынау кейбір адамдар тыңдаған уағызынан адамдарға бықсытып, әр нәрсені айтып, уағызды өзі көтере алмағаннан кейін адамдарға ұстазды жамандай бастайды. Сол үшін еліміздегі ұстаздар аман болсын, бәрі уағыз айтсын. Өйткені әрқайсының өзінің тыңдарманы бар. Жай сөзді сүйетіндер бар, қатты сөзді тығып тұрып айтқанды сүйетіндер бар. Әзілдеп айтқан уағызды хадистермен айтатын ұстаздар бар. Оларды да сүйетін өзінің қауымы бар, тыңдармандары бар. Деген секілді. Енді осы уағыз тыңдап жүрген кісілерге мен айтқым келеді. Сіздің уағыз тыңдағандағы мақсатыңыз не? Бірінші топтар бар. Уағызды тыңдаған кезде бір рухани күш алсам, иманымды күшейтсем, бір нәрсе үйренсем деп алады. Екінші біреулер бар. Өз битет қызығы да, мен осы ұстазды тыңдағым келмейді дейді. Бірақ именно солар, сол өзі тыңдағысы келмейтін адамның уағызын соңына шейін тыңдап шығады ғой.
Тыңдамасаң өтіп кетсей бар. Тыңдағың келетін ұстазды тыңдасай бар. Жоқ, ол өзі жаңағы ұнатпайтын уағызды тыңдайды, ұстазды тыңдайды. Неге десең, ішінде соның қателіктерін іздеу керек та. Сөйтіп өзімен өзі ашуы шығып, нерві тозып, сізге айтайын, сіз уақытыңызды босқа өткізіп жібердіңіз. Өйткені сіз уағыз тыңдаған кезінде бір Алла разылығы үшін бір нәрсе үйренейін деген жоқсыз. Сіз 1 сағат уағыз тыңдадыңыз, сіз 1 сағаттың ішінде нервіңіз ойнап, қаныңыз қайнап, қателік іздеп отырдыңыз. Енді біреулер бар қазір ұстаздардың қателігін айтып жүргенше, олар міне Арман ұстаз 40 минут уағыз айтады ғой, ол оны 40 минут тыңдайды. Бірақ оған керегіне соның ішінде 2 минут Арман ұстаз эмоцияға беріліп бір нәрсені айтуы мүмкін ғой. Жаңағы адамға керегі сол 2 минут. Сол 2 минут үшін ол 40 минут жаңа. Бірақ бір қызығы қараңызшы, 40 минут жақсы сөздің ішіндегі 2 минут жаңағы кері эмоциямен айтылған сөз бар ғой, ол соны алады. Ар жағында 38 минуттың ішіндегі айтылған жақсы сөздер бар ғой, жоқ, оны Арман айтқан жоқ. Оны Арман ұстаз айтқан жоқ. Арман ұстаз мына 2 минуттық жерді айтты. Сөйтеді да телефонды қосады да, ал халайық, мына Арман ұстаз мына жерде шайды. Мына жерде қателесті деп соны әңгіме қылып айтып отырады. Айтпесем қараңыздаршы. Ұстаздар сонша жақсы нәрсе айтып жатыр да, неге соны бір шығып сол адамда, мына жерде жақсысы да бар деп неге айтпайды? Айта алмайды, жүрегі жарылып өледі ол. Ол жүрегі жарылып кетеді ол. Ол жақсы нәрсені айта алмайды. Және сөзім соңында айтарым, бауырлар, кейбір кісілер бұны енді діннің дұшпандары айтады деп ойлаймын. Уағыз айтуға тыйым салу керек. Ұстаздарды уағыз айтқызбау керек. Айналайын адамдар, бауырлар, ұстаздарды көбейту керек. Мына біздің азғырылып баратқан заманда Европа жақтан, әр жақтан біздің жастарымызды әр жаққа сүйреп азғырып бара жатқан мынау заманда, осы интернеттегі ұстаздардың себебімен кейбір адамдар әйтеуір тәубесіне келіп тұр. Осы ұстаздардың, сен 40 минуттың ішінде 2 минут қателік тапқан шығарсың. Кейбір адамдар соның ішіндегі 38 минут жақсысын тыңдап, жақсы қарай өзгеріп жатқандар бар. Интернетке кірсең, жағымсыз, жеркенішті нәрселердің бәрі тола. Енді ұстаздардың уағызып өткізіп отқан кезінде, хотя бір ұстаздың уағызы шығып қалып, соны тыңдап әйтеуір есіміз жиып жатырмыз ғой. Енді ол да жоқ болса, не істейміз сонда? Бүкіл өмірімізді кімдерге береміз? Психологтарға береміз одан кейін. Психологтарға береміз. Сол үшін ағайындар, ұстазды уағыз айтатын кісілерді көбейту керек. Бұлар сендерге жаман бол деп жатқан жоқ қой. Бұлар сіздерге отбасыңды сақта, әйеліңді құрметте, еркегіңді құрметте. Құдайдан қорқ, жаман жерді баспа, жаман жерге барма. Осы нәрсе емес па айтып жатқаны? Бір кісілер айтады, ұстаздар дейді. Осы ұстаздардың уағызын тыңдап, отбасы ажырасуы көбейіп жатыр дейді. Шайма, сен үйтіп шайма. Қараңыз, қай ұстаздың қай уағызын тыңдап, біреулер ажырасқан еді. Міне осы мынау біздегі психологтар елге пайдамыз тиіп жүр деп ойлайды ғой. Солар бірақ осы ажырасудың себебінің бірі болып тұр. Міне біздегі елдегі ажырасудың себептері. Біріншісі, ата-аналардан бастайық. Ата-аналар қызыңызды күйеуге бергеннен кейін, оның әрбір ісіне араласа беруіңіз осы бір ұрысқа әкеп соғуы мүмкін. Араласпаңыз. Өйткені сіз ол қыз жігітті тапқан кезінде араласқан жоқсыз ғой. Сол кезде араласу керек еді. Тағы бір ажырасудың себебі, тағы да ата-аналар. Қазақтың керемет сөзі бар, қараңызшы, не дейді? Балаңды 5-ке дейін кәдімгі еркелет, патша ұқсатып еркелетіп ұста. Ол әлі ұрғанды түсінбейтін, ұрысқанды түсінбейтін адамға ол кезде ақыл айтып, мынауың не, ұрып соғып керек емес, оны еркелет оны. 5-тен 10-ға дейін оны жұмса, жұмыс істет. Ары қарай не істейсің? Ары қарай онымен ақылдас дейді. Қалай керемет айтқан деймін да бұл қазақ. Біздегі қазір ажырасудың кейбір себептері, қыздарымызды, балдарымызды қара жұмыс істетіп, бір қолынан бір өнер келетін үйретпей жатырмыз. Үйде телефон
телефон беріп, бір кісі айтып жатыр ғой, қызды сен қалай тәрбиелейсің? Қыз ажырасса, шешесі кінәлі деп айтады. О шешесінің не кінәсі бар? Қыз өзі өсті, ona үйде тәрбие деген ол жоқ, далбаса. Жоқ, олай шатаспаңыз. Шешесін қарап қызын ал дейді. Қараңыз, ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Шеше көрген том пішеді, әке көрген оқ жонады дейді. Қыз шешесіне тартпай қоймайды. Үйіндегі көрген өнерлерін, үйренген нәрселерін ол қайталайды. Сол үшін тәрбие беру керек. Біз сонда не істеуіміз керек? Тәрбие бермесек, тек қана оны борда ұқсатып, жегізіп, ішкізуіміз керек па? Жоқ. Балаға тәрбие беру керек. Тәрбиелердің біріне балаңды аясаң аяма дейді. Таңда ерте тұрғызып үйрету керек. Одан кейін қара жұмысқа салу керек. Баланы қара жұмысқа салу керек. Келіндер келін болып түскеннен кейін қолынан іс келмей енеден сөз естиді. Қараңыз, қыз балдары, келіндер айтыңыздар. Анаң саған, мынауың дұрыс емес, мынауыңды дұрыста десе, сен оны жақсы қабылдай аласың. Өйткені сен жақын анам деп түсініп тұрсың. Дәл сол сөзді енең айтса, мынауың дұрыс емес, мынауыңды түзе деп енең айтса, сен енді не істейсің? Қабылдай алмайсың. Міне ұрыстардың себебінің бірі неге? Сен енені жақын тартып тұрған жоқсың, оны сен бөтен сезініп тұрсың ғой. Дәл анаңның айтқан сол қателігіңді, анаң айтқан қателігіңді, енең айтса, сен енем мені шұқылап тесет деп, осылай түсінесің. Негізінен ол да сенің анаң секілді саған дұрыста деп айтып жатқан еді. Ал енді осының бәрі қайдан шығады? Мына еркектер жас кезінде қара жұмысты бір бастап соңына дейін жеткізіп үйренбегеннен кейін, әйел алғаннан кейін де өздерінің жауапкершілігін ұмытып, әйелдеріне дұрыс қарамай жатыр. Қыз балдар да үйінде кішкене қара жұмыс істеп, бірдеме жасамағаннан кейін, келін болып түскеннен кейін жаңағы кішкене жұмсаса қиналып, міне осы нәрселер себеп болып жатыр. Және сол ажырасудың бір себебі, қазір үйленіп жатқандар бірін-бірін танымайды. Танымай үйленеді. Еркектер қызды танымайды, тек сұлулығына қарап үйленеді. Ал әйел қыз балдары еркектің сұлулығына басқа, енді олар көбіне сондай қарамайды ғой. Міне қазіргі психологтардың қателіктері айтып жүрген. Кейбіреулердің дүниесі бар еркекке күйеуге шық дейді. Оның дүниесі ертең өртеніп кетсе не істейсің? Сен еркекке емес, дүниеге күйеуге шығып жатсың ғой. Міне кейбір қыздардың қателігі. Еркекті танымайды, оның өтірік сөзіне алданады. Өтірік сөзіне алданады. Сөйтеді, үйленгеннен кейін рекламадағыдай болмай қалады да бәрі. Және бір қателіктер. Екеуі бірін-бірімен үйленетін кезде, бұрынғы аталарымыз қыз біреумен танысса, алайын деп тұрған жігіттің отбасымен танысып, әулетін қарайтын кім екенін. Ал қызды тапқан жігіттің әке-шешесі қыздың әулеті кім екен деп қарайтын. Қазір ондай жоқ. Мынау қыздың тірлігіне араласатын аналар, сіздің үлкен қателігіңіз сол. Қыз, қазір мені ажырасудың көп себептері ене мен келіннің шайқасынан болып жатыр. Ал қыз тек қана жігітті ғана көріп күйеуге шыққан еді. Ол ана жақта кім күтіп отырғанын білмеді да ол ше. Сол үшін екеуің ғана болсаң бақытты бола аласыңдар. Ал мына жақта себептер бар, басқа себептер. Сол себептерді де қарап алу керек. Сол үшін қыз күйеуге шығатын болса, міндетті түрде еркектің отбасын, әулетін көру керек. Ал еркек үйленетін болса, қыздың шешесіне қарау керек. Міне қараңыздаршы. Болып жатқан нәрсе, кейбір шешелер не дейді? Мен қызымды оқытқам дейді. Мен қызымды оқытқам. Ол ауылда тұруға лайық емес. Ол қалада тұрады. Айналайындар ау, ауылда кім тұрады сонда? Ауылда қай қыз тұрады? Сіздің қызыңыз қай қыздан? Жарайды, бір оқымаған қыз бар екен. Сіздің қызыңыз одан артық па? Жоқ. Осылай мен ажырасудың себептері. Сол себептердің бірі қазір психологтардың көбеюі. Ренжімеңіздер, расы сол. Бір психолог, коуч айтып жатыр. Міне, жібереді ғой, көреміз ғой. Содан жинаймыз ғой, біз информация жинаймыз, расы керек. Міне, бір қыз айтып жатыр.
Егер саған еркек күйеуің күйеуге шығасың маған, анаммен бірге тұрасың, мен сендерді бағам, сен менің анама қарайсың десе, ни в коем случае күйеуге шықпаңыздар дейді. Ол көшеде жүреді екен, жұмыс істеп, ана жақта, басқа жақта жүреді екен. Сен енеңмен алысып отырасың ба? Біз де өзімізше күнімізді көре аламыз ғой. Біз де қалаймыз, күйеуімізбен бөлек тұрып, Дубайға, ана жаққа, мына жаққа қыдыруды қалаймыз. Бір енемен қырылып отырғанша деп қараңыз. Қыздарға қандай насихат айтып жатыр? Енеңмен бірге тұратын жігітке күйеуге шықпа дейді. Енді біреу айтады, дүниесі жоқ еркекке күйеуге шықпа дейді. Біреу айтады, енеңе қызмет қыл десе, тай дейді. Ол сенің міндетің емес дейді. Мына ислам ұстап жүрмін дегендердің өздері сондай. Мен сенің ата-анаңа қызмет қылу міндетім емес екен. Айналайындар-ау, баяғы келіндер ата енесіне сәлем салып, шай беріп, дұғасын алып қалған жоқ бет. Дұға алмайсыздар ма одан да енелеріңізге қызмет қылып? Әрқайсысы бір-бірін кінәлап жүр. Енді бір психолог тек қана әйелдерді мақтайды. Міне, ағалар, әпкелер, мына бала-шаға өсіріп отқанша, бала-шағаларыңызға уағызды көп тыңдатыңыздар, және исламмен тәрбиелеңіздерді, балаңызға Құдайдан қорқуды үйретіңіз. Жаңағы кейбір психологтар тек бір жаққа ауып кеткен. Тек әйелдерге қарау керек, әйелдерді сыйлау керек, әйелдердің дұрыс. Жоқ, міне осыдан қателіктер шығады. Сіз елге пайдам тиіп жатыр деп ойлайсыз ғой, бірақ сіз әйелдерді көтеріп жатсыз. Мен оны түсіргім келіп тұрған жоқ, мысал ретінде айтып жатырмын. Бірақ кейбір семьялар олай емес қой. Ал шариғат не дейді? Шариғат екеуіне бірдей қара дейді. Алланың құдіреті, мына интернетте отырып алып, әркімнің заказын қабылдап, міне бір қызығын айтайын. Имамдарымыз насихат айтқан үшін ақша сұрамайды ғой ешкімнен. Подробныйды бастап. Тегін уағыз айтылады, бәрі тегін. Ал біз психологтардың бәрі подробныйды бастап ақшаны төле дейді. Сенің ақылың платный болып кеткен. Және не дейді? Кім сұрақ қойса да, соған ақыл айтып жауап бере береді. Жоқ, бір жақтама еш уақытта жауап беруге болмайды. Міне біз неке қиған кезде не деп айтамыз? Еркектің әйелдің алдындағы міндеттері бар. Тамақтандыру керек, бағу керек, киіндіру керек, ішкізу керек, жегізу керек, баспанамен қамтамасыз ету керек. Қара жұмыстың бәрі еркектің мойнында. Ақша табу еркектің мойнында. Ал әйел адам не істеу керек? Күйеуіне шариғатқа қайшы келмейтін жерде бойұсыну керек деген секілді. Екі жақтама бірдей қарау керек. Ал бір жақтама тыңдап алғандар барады, негізі менікі дұрыс екен деп қырылып, өзі елде жүрген кезінде отбасы дауында көп болдым ғой мен. Барамыз, әлде де барып жатырмыз. Қараңызшы, тек әйелдердіңкі дұрыс дейтіндер. Мынаған не дейсіз? Мысал үшін, уаллахи деп айтам. Уаллахи, Алланың атымен ант етіп айтам. Бір тауға бардым, бір жігітпен. Қызды анасы алып кеткен екен. Енді даудың себебі не десе, мына екі ағайынды жігіт бір үйде тұрады, әке-шешесі қартайған. Енді анау ененің, анау қыздың шешесінің қарасай уайымын, Құдайдың құдіреті. Айтады, ертең ата-енең дүниеден өткеннен кейін мына екеуінің біреуін қалуың керек қой үйде. Үйде кім қалады дейді. Сол кезде сенің ағаң үйіңде қалып, менің қызым көшеде қаңғырып қала ма? Сол үшін қазірден, уаллахи деп айтам болған нәрсе. Қазірден ана үйді менің қызымның атына аударып бересің. Содан кейін қызымды жіберем. Қараңыз, оның уайымы қайда жатыр? Әлі анау ата-ана тірі ғой. Сол өлгеннен кейін үй кімге қалады деген уайым. Қалай білесіздер? Енді осы кезде сіз ана жігітке не деп айтасыз? Тәубе ет. Күнәларыңа кешірім сұра. Әйеліңді құрметте де жылы сөйл. Не деп айтасың оған? Деген секілді ағайындар. Жалпы шариғат екі жақты бірдей қара дейді. Әйелді төмендетпе, еркекті төмендетпе. Әйелді еркектен жоғары көтерме, еркекті әйелден жоғары көтерме. Ондай отбасы мәселелер болды ма? Бір жақтама жауап берме ешқашан. Біз не істейміз сұрақ қойғандарға? Әйелдер сұрақ қояды. Менің күйеуім мынандай, менің күйеуім мынандай. Біз айтамыз, дұрыс, сен күйеуің қандай адам екенін жарайды енді. Бірақ сенің күйеуіңді де тыңдайықшы. Екеуің бірге келіңдер. Бір жақтама мен саған мынаны істе деп айта алмаймын. Екеуің бірге келіңдер. Бірге отырып сөйлесейік. Сол кезде шығады шындық. Сенің күйеуің де мүмкін айтары бар шығар.
деген секілдіше ағайындар, екі жақтама шешілу керек. Сол үшін егер психологтар шариғатты үйреніп, шариғатпен жаңағы жауап беріп жатса, онда әдемі. Ал жай өзінің жаңа ақылына сүйеніп жатқан болатын болса, онда қоя сал деу керек қой. Сол үшін ағайындар, ұстаздарымызды тыңдайық, ұстаздарымыз көбейсін деп дұға қылайық. Алла сол ұстаздарымызға өмірлерін ұзақ қылсын және даналық берсін. Міне Арыстан ұстазымыз бар. Қандай керемет қазақы жолмен, қандай керемет уағыздар айтады. Айналайын-ау, оны жек көрсетек қана мұсылман еместер, басқа бір тәңірге сеніп жүргендер жек көреді. Мұсылман адамдар оны жек көрмейді. Неге? Өйткені ол қатты айтса да шындықты айтады. Алла разы болсын, Алла өмірлеріңізге береке берсін. Алла тағала ұстаздарымызға екі дүниенің, ұстаздарымыздың бәрін жақсы көреміз. Алла разы болсын, бәрін жақсы көреміз. Қателігі бар ма? Адам. Ол шарт. Ол адам қателеседі ол. Тек қана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғана қателеспейді. Сол жағын мән берсек дейміз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.